детей уже. Но дети, вы должны понимать, что уважение заслуживает каждый человек, независимо от возраста и до деятельности. Порядочный клиент Шахсада. Kadri деген ол тәрбиелі адамның қандай жіктері бар, қандай қасиеттері бар. Сіздерде ат-шепелі тураларыңыздар. Соған матпенен жаза берсеңіздер болады. Минекей, детки, внимание. Вы пишите своего человека, внизу заполняйте. У вас есть маркер. Потому что вы сейчас будете защищать каждое слово, которое вы писали. Пола. Так, сендерге қана бір ғана неге сендер жассыңдар ма? Сендерге вы видели фото, картины, вы выписали нужные слова. И теперь из этих слов вы должны взять те, которые у вас подходят по вашему цвету. Так, вот знание деген ол білім ғой, жоғары бірнеше жоғары. Одан басқа ғылыми дәреже. Ал труд, работа деген қанша еңбек жасап сол салада. Немесе қандай жұмысты қазір атқарып жатыр, ол жұмыстың пайдасы неде? Қоғамға, жеке адамға, кішкене ой шеңберін кеңейтіңіздер. Оқыған оқуының қандай нәтижесіне жетіп тұр дәл қазір. Болдың ба? Кім дайын? Қай топ дайын? Детки, кто запишет первый 10 баллов? Ура! Все, пожалуйста. Все, только там. Жауаптарыңызды кидайте. Сіз мына жерге ортаға есть маңызды мектепті атаңыз. Саламатсыздар ма? Мен 143-ші мектеп жалпы орта білім беретін мектепте. Есімім Көркем. Қазақта және әдебиет пәні мұғалімімін. Енді қазақша сөйлей берейін. Жалпы бізде порядочный человек дегенді біз тәрбиелі адам алдық. Соның ішінде біз президентті Мұхтар Шахановты, ол өз элементі, врачты, яғни дәрігерді, мұғалімді, өрт сөндірушіні және де суретшіні жатқыздық. Жалпы бұл бізде порядочный человек, президент, бірінші. Бұл кісі де бізде ел билейді. Одан кейін барлық адамдар сыйлайды, күнкізейді. Және де Мұхтар Шаханов бізде өлең шығарады, жазушы. Жалпы қоғам қайраткері.
Odan keyin muğaylim. Bizde barlık осы тәрбие басқан баладан бастап орта классқа келгенше осы мұғалімдер жақсы көңіл шығарады, сол үшін оларға құрметке лайық деп білеміз. Және де өрт сөндіруші бізде кез келген төтенше жағдайларда көмекке әзір болатын өмірімізге пайдасы бар. Одан кейін суретші бұл сізде театрға яғни кез келген суретті салған кезде бірінші деп ойлаймыз. Себебі әрбір бояулардың өзін пайдалану өнер. Бұл нәрсемен барлығы белгілі ақын жазушы, қоғам қайраткері. Және біз осы кісілердің өлеңдерін шығармашылықтарын оқи отырып, осындай жақсы нәтижеге жетіп жатырмыз. Так, келесі топ өздері шығарма дегеннен айтады екен бе уже? Келіңіздер. Жасыңдар келесіздер ме? Жоқ әлі. Так, Голубаева Жұбаева. Шыға бермей қыздар. Орысша талап етпейік, қазақша түсінесіздер. Қылсаңыздар, орындарыңыздан дұрыс сөйлейді. Иә, қорға келіңіздер. Құлағыңызды келin. Bir-birlerinizi to'liq qilib aytsangiz zadaqlar Sizlar taqdirlar tuğalarda Так, красные. Вы синие, да? Пожалуйста, авторитетные адамдар, дарим вас здесь. Самого первого терапевта, живого ученика понимает. Так, друзья, авторитетный человек, авторитет. Беделli adamlarga bizlarda kirgizib, bilim men tajribaga kirgizib, biz buni hissiyatni, bilim men tajriba orqali qo'lga yetishtirib, odan keyin suyunishni, bilim orqali yetgan sahamizni, so'dan keyin borib darigerga kirgizib, bilim men tajriba orqali bedelli adamlarga, odan keyin еңбек пен жұмысты qilib и работаға тоже президентті kirgizdik, еңбек bo'lmasa, жұмыс bo'lmasa, onday darajaga жетпейді. Дәрігер міндетті түрде білімі содан кейін еңбек арқылы жетеді. Беделді адам одан кейін еңбегімен жұмыс арқылы жеткен Головкинді, еңбегімен жеткен Юсупова, сосын ардагерлер, соғыс ардагерлер және еңбекпен жұмысты қажет ететін беделді адамдар ол бізде отбасына кіргізді. Одан кейін осы арқылы жетістікке жеткендер бізде чемпиондар, беделді адамдар. Тағы оның ішінде жаңа Юсупова, Головкин тоже кіреді. Одан кейін жетістікке жеткен бізде жеңген соғыс ардагерлері және одан кейін біздің жетістік ең соңында біздің беделді адамдарымыз, балаларымыз деп білдік. Көрдіңіздер ме? Олар әр қасиетке өздерінің үлгі адамдарын таңдамыз. Қосымша жұмыс атқарып жібердіңіздер. Рахмет. Ары қарай.
врач болып жұмыс жасайды. Сол үшін олардың жұмыстары өте қиын, сенімділер. Сол үшін иә, олар үлкен уақыт талап етеді. Жұмыстарда мысалы мұғалімдер тек морально шаршаса, олар морально да физически өте қатты шаршайды. Соны айта кетсек болады. Результатын адамдардың зейіндері сол результат Дені сау. иә, дені сау ұлт сол осы біздің дәрігерлердің қолында істейді. Ал енді дәрігерлердің бәрі Хорошо. ал енді жасау Ал еңбекке сіз пожарныйды жатқыздық, врачты, және мұғалімдер, және спортшыларды жатқыздық. мен таңқалатын жаңағы Чабанов никто никуда. Бар бізде еңбекте, шупан бар, Бір жылға бұлар ол тағы да бізде жетістікке жеткен адамдар мысалға жаңағы білімді азаматтарымызды жатқыздық бірінші, тағы да одан кейін жаңа жетістіктермен әлемге танымал болып жүрген чемпиондарымызды жатқыздық. Головкин және біздің дәрігерлеріміз, гимнастикада бізде танымал Елена Суббованы жатқыздық. ал енді тағы да ұқсатып жатырсыз ба? Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? 14-ші мектептен келдім. Менің өзім айтатыным қосымша апаймен бірге біз ең бірінші андайды знания опыт дегенге баладан бастадым. Келді менің бала, бәріміз кішкентай бала болдық, бала кезден кейін уже жетістіктерге жетіп, мектепті бітіріп, міне қазір мұғалім болып андай қылдық. Кейін бірінші андайға елбасымыздың андайы еңбегі, кейін біз бәрі мына жердегі ветеринар чемпион, бәрі гимнастик, бәрі андай мұғалімнің қолынан шықты, бәрі андайға мұғалімді қойдым. Бәрі ақын жазушылар, бәрі мұғалімнің арқасынан сіздердің андай сынақ деп ойлаймын. Өзіңізді мақтамаса. Рахмет. Президент, отбасы, жолдасы, барлығы жеке тұлғалар, әркім өзінің игерген мамандығы осы жерде. Бұның барлығы мен ойлаймын, барлығы жаңағы уважение и почетқа жатады деп. Әркім өзінің атқаратын еңбегі бар, міндеттері бар. Әркім өзі авторитет, өз отбасында авторитетті тұлға деп ойлаймын, қоғамда. Әрқайсысы. Өзінің орны бар. Оның ішінде бізде бар. Енді мына жерде жаңағы сіздер толтырғанның үлгісі мен специально не показывала, чтобы вы работали творчески своими мыслями, телеснами. Это просто для тех, кто не уверен в своем ответе, кто как-то что-то. Но это опять не инстанция последняя. Здесь может быть ваше мнение, и оно тоже будет правильно. Тоже будет правильно. Дальше. Итак, мы с вами посмотрели много картинок, обсудили много личностей, профессий, какие у них заслуги, какие у них результаты. А теперь вопрос другой, девочки. Они среди нас. Это наши родственники, соседи, знакомые. Это люди, с которыми мы живем в одной стране, с которыми работают наши родители. То есть весь Казахстан – это люди. И этих людей мы разделили на ветеранов, на героев, на порядочных людей, на почтенных людей. А теперь вопрос. Мы, дети, каким способом можем выражать благодарность? Как? Перед нами врач. Как мы можем его отблагодарить и высказать свое уважение? Перед нами пенсионер. Как
мы можем это сделать. Ваш клиент. Вкусно. Всё? Да? Да? негізі біздер пенсионерлерге қалай көмек көрсету керек, зейнеткерлерге біздер көмек көрсетеміз. Негізі шектеулі, яғни басқа мемлекеттерде жаңағы бас ию арқылы, немесе жаңағы көп жерде жеке церковь былай такси сияқты сондай көмек көрсетіп жатады. Менің ойымша біздің мемлекетте ондай ешқандай не жоқ, бірақ біздер көмек деген нәрсені мысалы үлкен келе жатқан кезде алдын кеспей жол беріп, солай көмектесек болады. Үлкендерді кішкентайларға ізет көрсету арқылы, яғни жаңағы көмектесу арқылы, жетелеу арқылы көмек көрсете аламыз. Жол беру, орын беру, көмек беру, жақсы сөз айту. Осының бәрі үлкен кісілерге есть выражение почета и уважения. Что же касается нашего президента? Будет ли правильно, если мы на каждом углу чьи-то планы, жарasi? Это будет правильно? А как мы можем выразить почтение к нему, к его обязанностям, к его ответственности? Как вы думаете? Да? Да. Заң сыйлау. Жақсы азамат, жақсы адам болу, жақсы оқу, вот наше уважение к нашему государству. Замечательно. Спасибо. Теперь перед вами, следующий, последний. Вот мы буквально в этих мерзине много вещей обсудили. Теперь, пожалуйста, ответьте каждый из вас по одному вопросу. Или давайте так, синие, где у нас синие? Синие. Что такое уважение? По-вашему? Уважение окружающих. Хорошо. Правильно. Дальше. Что такое почет? Пожалуйста, қазақша болса да. Құрмет. Барлық адамға көрсетілу керек. Әсіресе Құрметпен қарау керек. Алдымызда отырған балаға да құрметпен дұрыс сөйлей білсек, олар да бізге солай сөйлейді. оқушы едіңіз. Оқушы болсақ та, мұғалім болсақ та, құрметпен және де Сыйластықпен. Так, Альфред, мына жақта. Каким людям нужно проявлять почет и уважение? Үлкен көмек көрсетсек, ешкім басы кішірейіп қалмайды. Бірінші сол баладан бастау керек. Қазіргі кезде білеміз, барлығы жұмыс басты, барлығы жұмыс істеп жүр. Қазіргі кезде қарапайым десең еріндік жұмыс өте істейді. Жаңағы алдымызда отырған балаға да жұмыс өте істейді. Біз сол жылы сөзді, дүниемізді, барлық махаббатымызбен сабақ бере алсақ, бізден жаңағы ұлағатты жаңағы мұғалімдердің арқасында жақсы балалар шығады деп ойлаймын. Рахмет, бірақ сіз де оқушы едіңіз. Альфред, бірінші сұрақ. Для чего нужны уважительные, почтительные взаимоотношения между людьми в обществе? Құрметпен сыйластық адам ортасында не үшін керек? Адам қоғамда. Қоғамымызда. Өз статусын білу керек, бала екенін, мұғалім екенін, әр өз статусын білсе, бір-бірін сыйлай береді. И қоғам бұзылмайды. Да, чем больше уважения, почета будут оказывать члены этого общества, люди друг другу, тем прогрессивнее, тем развитие будет общество. Согласны, да? Потому что негізі сыйластықпен құрметтің түбі жаңа қазақ халқының әдет дәстүрлерінен келе жатыр. Соны жоғалтпасақ жоғалтпай, өз деңгейінде балаларымыздың жан дүниесіне санасына құйып отырсақ, біз сонда өзіміздің міндетімізді құндылық жағынан орындаған боламыз. Так, хорошо, все, да, на этом?
А теперь перед вами смайлики. Посмотрите. 4 вида. Есть пар, который я понимаю как почтение, память, почтение. Вижу вот такие ладошки. Я понимаю это как благодарность. Вижу сердце, глаза. Это любовь. И последний вижу вот это. Солдатское, да? Это уважение. Я буду называть слова любые, а вы будете показывать, что. Итак, ребенок, маленький ученик. Так, любовь, любовь, совершенно верно. Дальше, космонавт. Да, конечно, космонавт. Дальше, сосед. Сосед. Так, хорошо. Какая-то известная певица. Да, говорит, спасибо. И еще дворник. Человек, который делает чистоту. Цветы. Ахмед, Аллы. И еще повар. Повар. Вкусно кормит. Теперь машинист. Машинист, и он позже. Кто-то вот это показывает, кто-то вот это показывает. Ну, вот это и вот это. Действительно, олар сахара, олар тасмалдауда, тамай, перискую жизнь, обеспечивает нам благополучие. Хорошо. Это собак Я хочу поблагодарить вас всех за активное участие. И поверьте мне, все эти лайки, все эти улыбочки, цветочки, они посвящены вам. За то, что вы нашли время. Ал енді соңғы сөзге байқасаңыздар мынандай сағатта сабақта осы күнге дейінгі өздеріңіз өткізіп жүргенде мы что делаем? У нас дети читают стихи на торжественных воспитательных часах, поют песни, показывают сценки, да? Потом кто-то из них читает свой эссе, потом кто-то из пришедших родителей выступает, потом выступает гость, потом идет чаепитие, фотографируется, и наш торги сагат закончен. А если сол праздничное мероприятие, осындай тапсырмасы жоқ, жаттығуы жоқ, есебі жоқ, мәтіні жоқ, ережесі жоқ. А кейін ойдан бала шығара салатын тапсырмаларды ұсынсаңыздар, тогда будет нотка интеллекта в ваших тәрбие сағаттарыңызда. Арқалай менің сөзімді біз Нұргүлдейміз, ағылшын мұғалімдердің бәрін мен жаңағы біз Нұргүл деп үйретіп қойған сіздер. Поэтому по-другому я не могу. Пожалуйста. Енді бүгінгі менсінің жетекші болғандықтан маған да берілген тапсырма жаңағы жүнек сыйласы қоғамдағы өзара қарым-қатынастың жетілі. Жалпы өздеріңіз байқасаңыздар, біздің жасөспірімдердің арасында, оқушылардың арасында құрмет, бір-біріне деген сыйласты, жалпы адами құндылықтардың деңгейін төмендеп бара жатқанын білеміз, иә? Бұның себептері неде екен? Қалай ойлайсыздар? Телефон байланған. Ойынғы. Әлеуметтік желі. Ойыннан бұрын тиктокта мен байқағаным, жаңағы орыстардың несінде балалар отырса, қалай жауап береді? Агрессивно. Мұғалім сен шекараңа тұрдың ба, сен өйтіп тұрма, өйтіп жауап бер. Мамаңа бүйтіп жауап бер. Сол балаға үйретіп отыр тиктокта. Сол ең басты себебі интернет желісінің кері әсері болып жатыр. Менің ойымша, бұл біздер жұмыс уақытының сағатын көптігінен деп ойлаймын. Осы уақыт. Жоқ, жұмыс уақытының көптігінен деп ойлаймын. Себебі баланың ондай тикток көруіне ата-ана кінәлі деп ойлаймын. Себебі ол уақытын бөле алмай жатыр балаға. Себебі жұмыс уақыты 8 сағаттан. Балаға көңіл бөлуге уақыт жетпейді. Тағы ойларыңыз бар ма? Дұрыс айтасыздар, ең бастысы қазір бірінші отбасында Иә, бала жаңа өздеріңіз айтасыз, ата-аналарға көбісі жұмысбасты болғандықтан отбасында бала тәрбиеленіп жатқан жоқ. Одан кейін интернет желісінің әсері болып жүрген. Сосын өздерінің әлеуметтік ортасы қоршаған ортасы.
тағы бір мәселе біз кезде тек қана академиялық білімге назар аударып кеттік та баланың тәрбиесі кейінге қалып қойып жатқаны бар, иә. Енді осыны қолға алу барысында біртұтас тәрбие бағдарламасы енгізіліп отыр, иә. Осы тәрбие бағдарламасы аясында жалпы берілген 6 құндылықтар бар, иә. Баланың бойына біз осы құндылықтарды әлеуметтік жобалар мен іс-шаралар арқылы қалыптастыруымыз керек. Мен бүгінгі тақырып құрмет, қоғам, сыйластық болғандықтан енді осы тақырыпты жалпы сыныптан тыс сағат ретінде, волонтерлік жоба ретінде ұсынар едім. Неге? Өйткені жаңағы балалар қоғамда бір-бірімен араласып практика арқылы, практика оқыту арқылы қоғамдағы араласу жаңағы дағдыларын үйренеді. Және де белсенді болады. Сол жерде жауапкершілікті сезінеді деп ойлаймын. Мынау берілген бізге 6 құндылықты 6 жоба арқылы біз балалардың бойына қалыптастыруымыз керек. Соның ішінде мен қазір қамқор жобасына тоқталып өткім келеді. Қамқор жобасының мақсаты әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру арқылы құндылықтарды дәріптеу. Бұның ішінде қоғамға қызмет ету, волонтерлік қызмет деген жоба бар. Сол жобаның аясында біз балаларды волонтерлікке тарту арқылы еңбекте сыйластықты сіңдірсек болады баланың бойына. Жалпы міндеттері айтсам, құрмет пен сыйластықтың дағдыларын қалыптастыру, әлеуметтік жауапкершілікті арттыру, волонтерлік іс-шаралар ұйымдастыру, адамгершілік құндылықтар насихаттау, құрмет пен сыйластықты үйрету. Енді бұл жерде күтілетін нәтиже. Бала осы жұмыстарды жасай келе, жалпы қоғамда араласу дағдыларын үйренеді. Бір-бірінен жұмысына деген жұмысына құрметпен қарау үйренеді. Волонтерлік жұмысты жасай отырып, олар қоғамға қызмет ету керектігін, өз еркімен қызмет ету керектігін үйрене бастайды. Және де күнделікті өмірінде олар жақсылық жасауды әдетке айналдырады деп айтсам болады. Енді бәріміздің оқушылар бұл жұмысты мен уже 1,5 жылдан бері жасап келе жатырмыз. Енді өздеріңіз қалай білесіздер, мектеп кішкентай жасаған жұмыс қой, енді біз көбінесе сыртқа шығарып балаларды алып бармаймыз, оның бәрі жауапкершілік. Мектеп ішінде қандай жұмыстар ұйымдастырсақ болады? Көгалдандыру. Мен өзім оқушыларыма айтып отырмын. Тазалық жағдайы. Ең бастысы бұл кісіге құрметпен қараймын да. Бұл кісілерге құрметпен қараймын, көрген жерде сәлем беріп, одан кейін балаларыма да соны талап етемін. Кейін келіп жатқанда міндетті түрде орындықты көтеріп кетемін. Ол кісілер өте аз қаражатта жұмыс жасайды. Және де оларға әрдайым қызмет көрсету керек. Сосын бір күні шкаф әкеліңдер шақырып талап беріп өте дұрыс айтты. Сол арқылы бала мейірімділікке және де тек қана ақылға жүрмейтінге үйреніп басқаға дұрыс айтасыз. Өте керемет. Жалпы мен де сіз сияқты осындай волонтерлік жұмысты жасар алдында ойлардың мектептің ішінде қандай жұмыстарды ұйымдастыруға болады. Кітапхана көбейіп бірінші кезекте. Одан кейін мектепті көгалдандыру өздеріңіз айтқандай. Одан кейін кіші сынып оқушыларына волонтер ретінде барып, олар спорттық ойындарды жүрсе болады, ұлттық ойындарда. Мысалы үшін тоғызқұмалақ, немесе ат салу деген сияқты. Ол кезде осыған тоқталып кетсек, балалар өте қатты жауапкершілікке қарайды осы жұмыс жасағанда. Себебі өздеріне кішкентай сыныптарға үйреткен кезде өздері тренер сияқты сезінеді екен да, және де ұялып қалмау үшін барынша дайындалып келеді. Сосын олардың бұларға көрсеткен сый-құрметін көре отырып, олардың жаңағы эмоциялары сонымен жаңа тәртіпті бақылау, қауіпсіздік, сонымен қатар қайырымдылық шаралары. Қазіргі тренд болып жатқан қайырымдылық бәр жерде қайырымдылық шаралар ғой. Осыған біздің мектептің оқушылары белсене атсалысып қатысады. 15 қарашада мысалы жаңағы ардагерлер үйіне барды, балалар үйіне барды. Сол кезде балалар өздері бірге барып, осы мектептің мұғалімдері бірге. Сол кезде олармен сөйлесіп, олардың көкейкесті сұрақтарына жауап алды. Мұқтаж жандармен тікелей байланыста болғаннан кейін өмірдің құндылығын түсіне бастады. Келіп жаңағы ойларын бөлісе бастады сыныптастармен. Бұл да балалардың жақсылық жасауына, үлкенге құрмет пен сыйластықтың мәнін түсіне бастады деп айтсақ болады. Ал енді бұл жұмысты бастамасында мен жалпы ойладым. Осы вообще сыныптарда балалардың арасында, оқушылардың арасында волонтерлікке қызығушылық қайда деңгейде екен деген ой мазалады мені. Соны жасау алдында анықтау тесті алды. Нәтижесі қалай болды деп ойлайсыздар? 100% есептегенде.
жоғары деп ойлаймын, оны жоғарылаймын. Жоғары деп ойлайсың, неге жаңа? Өйткені мен өзім сынып жетекшімін. Менің балдарым, егер мен оларға көрсететін болсам, олар бармайды, олар қызмет бергісі келеді. Ол бала болғаннан кейін бесінші класс. Ал енді менің өзімнің сыныбым 7-ші сыныпта өзім жасап келе жатырмын. Олар қазір активный болды. Бірақ мен бұл жұмысты 9-ші сыныптармен де 10-ші сыныптармен де жасадым. Сол кезде нәтижесі менің барлығы деп айтсам. 60% бала жалпы қызығушылығы жоғары деп танытты. 35% бала қызығушылығы бар, бірақ жұмыстың қалай жасалатынын білмегендіктен сіздерге сенім емес болды. Ал 5% оқушы волонтерлікке қызығушылығы төмен екенін көрсетті. Енді осы волонтерлікке қызығушылықты жоғары екенін пайдаланып, оларға мынау қоғамдағы қарым-қатынас жасаудың дағдыларын үйрету барысында әртүрлі ойындар мен тренингтерді ұйымдастыруға болады. Осы жұмысқа шықпастан. Сол кезде мысалы қазір сіздерге бір ситуациялық жағдай, немесе рөлдік ойындар, немесе тренингтер ойындар ұйымдастыру болады. Бір ситуациялық жағдайда айтып кетейін сіздерге. Өздеріңіз оқушы деп ойлаңыз. Сіздерге мұғалім жалпы жобаны берді, қорға досыңыз екеумізге. Сіз жауапкершілікпен жобаға барынша дайындалып, негізгі бөлімді алып барынша дайындалып келесіз. Ал жолдың қасындағы досыңыз интернеттен көшіре салды. Сонда ертесіне жобаны қорғау барысында мұғалім байқап қалды, жаңа интернеттен алынған екен. Сіздің іс-әрекетіңіз, мұғалім сіздің атылып қалды. Сіздің қасыңызда досыңыз бар. Оны сақтау керексіз. Сіздердің әрекеттеріңіз қалай? Оқушы ретінде не істейсіздер? Қасына қойып, Досыңызды таппайсыз ғой жалпы. Мысалы менің ойым жаңағы досымның көшіріп алғанын білдірмеу. Енді көп бала егер де 5-ші сынып болса, 7-ші сынып болса, мен шынымды айтамын да мұғалімге түсіндіремін дейді. Ал егер де жоғары сыныптар болса, олар не істейді? Міндетті түрде досын сатпайды ешқашан. Бірақ бұл ойынды ұйымдастырғанда әртүрлі жауап болады енді, әртүрлі бала болған. Ұйымдастырудың мақсаты қарым-қатынас жасаған кезде біреудің жұмысына құрметпен қарау керектігін түсіндіру мақсаты бұл ойында. Сол барысында ұйымдастырылады. Ал енді қазір мына жерде мына кісі жұмыс жасады, мына кісілермен мен кішкене бір не жасап жіберейін. Келісем, шеңбер болып тұрайық мына жерге. Көрермен болып отырған апайлар қазір Кішкене ойында. ойлар беріп жатыр. Шеңбер болып тұра ғой, қолыңызды былай жай. Қазір әрқайсымыз сіз үшін маңызды болған адам бойындағы құндылықтарды. Мысалы үшін, маған адам бойындағы адалдық өте маңызды. Адалдық мен үшін маңызды. Себебін айтып өтеміз. Маған адамға деген сенімділікті оятады. Сіз үшін, Мен үшін мейірімділік маңызды, себебі қазіргі таңға байланысты мейірімділік бірінші. Мен үшін қарапайымдылық. Қазір адамдар материалдық жағдайға өте қатты мән береді. Сол үшін қарапайымдылық бірінші орында келеді. адамгершілік себебі, адам бойындағы жоғарғы адамгершілік қасиет. Дұрыс айтасыз. Сабырлық үнемі бізге керек. Жетпей жатқан дүние дәл қазір, Қанша бұған өзін алайықшы, көптеген оқушылардың жұмыс жасау барысында дұрыс керемет. Махаббат. Болады, сіз үшін маңызды екенін айтасыз ба? адамгершілік, қарапайымдылық деп ойлаймын, өйткені ол қасиеттер қазір интернетке кең байланысты болып, қазір адамдарда жоғалып кетіп жатқан болса, Қамқорлық, себебі қазір балалар қатты агрессивный и ашулы қамқор болып мейірімділік болса, ол сыйластықты, адалдықты барлығы сол жерде болады деп ойлаймын. Адамдар бір-біріне деген сыйластықты егер адам сыйлайтын болса, демек ол адамға деген көзқарасы басқа болады. Жаңағы мейірімділік те соның ішінде кетеді, адалдық та дұрыс керемет. Аламын себебі қазір көп өздеріңіздер маңызсыз деген мағынаны негізде түсінбейді. Жоқ та ол.
адам бірінші орында мен осы қоямын. Бұны қосып болатын болса ғана халықтың бәрі мейірімділікті де барлық нәрсе өз орнына жайына келеді деп ойлаймын. Керемет. Менің ойымша ауызбіршілік керек. Өйткені ынтымақ, ауызбіршілік керек. Өйткені әр адам бір-біріне сыйластық, қарым-қатынас жақсы болса, бәрі жақсы болады. Барлық тілекті дегеніміз иә. Ынтымақ, ауызбіршілік. Барлық енді білімділік және желание етіп адамдар. Маңызды. Қазіргі көшбасшылық заманда білімге кез келген нәрсені озып жарып тауып тұрған нәрсе желание. Керемет. Міне осындай тренингтерді ұйымдастыру бұл ойына осы дағдыны үйрету қалыптастыру. Осындай тренингтермен біз қалыптастыра аламыз. Жарайды, отыра қойыңыздар. Жалпы сіздер тәрбие ұйымы көбінесе талқылау негізінде жатады. Олардың іс-шара арқылы сіздерге іске әрекет жасағаннан кейін оларға нәтиже болады деп ойлаймын. Ал енді бұл жобаларды жасап отырған кезде міндетті түрде талқылау өткізу керек. Себебі әр жобаны жасағаннан кейін, әр жұмысты жасағаннан кейін ол қандай дағдыға ие болды. Бұл бала бұл жұмысты жасағаннан кейін қандай дағдыға ие болды. Немесе ода қандай қиыншылықтарға тап болды ма? Оның анықтау тестері бар. Негізі талқылау барысында алдын алушылар. Енді бүгінгі мынау құрмет пен сыйластық қоғамдағы өзара қарым-қатынастың тиімді әдісі ретінде мен волонтерлік сыныптарды сабақтарды ұйымдастырсақ, баланың жеке тұлға болып қалыптасуына, қоғамдағы қарым-қатынас жасау дағдыларын үйренуге, біреудің жұмысына құрметпен қарауды, жауапкершіліктің жаңағы артуына өте жақсы әсер етеді деп ойлаймын. Бүгін қорытындылай келе мен мына бір нәрсені айтқым келеді, нақыл сөздер. Адамның басшысы ақыл, шолушысы ой, жетекшісі талап, қорғаушысы сабыр. Ең ардақтысы өмір сүру, соның ішінде ең тәттісі сыйластық. Сыйластығымызды жоғалтпай қалғанына бойына сіңіре берейік. Рахмет. Сіздерден кішігірім егер байланыс болса, предложение ұсыныстар. Өйткені біз анау мектеп масштабында бір ғана кішігірім тәрбие сағат көрсетіп жатырмыз. Ал басқа кабинеттерде одан да қызметкерлер болып жатқан шығар. Бірақ сіздер бізге бұйырсыздар, бізге келіп, бізді тыңдап, қатысып, сол үшін сіздерге алғыс айтамыз. Ал енді өздеріңізден жасаған жұмыстарымыз бойынша жақсы өтті сабақ, жаңа тәрбие сағатында осының әр адам бойындағы қасиеттерді балаларға жеке-жеке даралап түсіндіретін болсақ, мүмкін сол балалардың біліміне барғанша осы қасиеттерді кімге өзінде барын алып, жоғын алып, барын Елден алып, балалардың тәрбие сіңіруіміз керек. Негізі мақсатымыз сол болып Бұндай сабаққа дайындалуымыз үлкен жетістік. Сіздердің бірінші емес сол жетістіктеріңізге сенімдімін. Бұдан да үлкен жетістіктерге жете берулеріңізге тілектеспін. Не үшін бұндай мұғалімдерге керек деп ойлаймын? Себебі әр келген іс тәжірибеден мұғалім өзіне керектісін алып қайтады. Содан біздің қазіргі өсіп келе жатқан жастарымыз, мен жас көрмеден біраз жасқа келіп қалдық, бірақ қазіргі өсіп келе жатқан жастарымыз осындай семинарларға көп қатысып, тәжірибе жинаса, болашақта сіздер сияқты сізге үлкен рахмет. Хочу выразить огромную благодарность за большой труд, выступить перед учителями, показать свой опыт, поделиться им. И надеюсь, что это только начало. Қазір әртүрлі залда дебат болады, слушать өтіңіз. Жаңа стратегия шығады. Сабақтан екенізге рахмет. Барлығымыз жоқ, бірінші уақытта өтірдіңіз, математика